Қарғалы аудандық мәдениет үйі ауданның мәдени қоғамдық іс-шараларын ұйымдастырып, жүзеге асыратын мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын. Директоры Мұсаев Мейрамбек Жанысұлы. Мәдениет үйінде 23 қызметкер жұмыс жасайды. Қарғалы аудандық мәдениет үйіне қарасты 8 ауылдық клуб және Қазақ санаулар қоғамы клубы бар. Аудандық мәдениет үйі жылына шамамен 1500-ден астам мәдени көпшілік шаралар өткізеді. Оған 70 мыңға жуық көрермен келіп қатысады. Мәдениет үйі мен оған қарасты ауылдық клубтарда 62 үйірме жұмыс жасайды. Халықтық, үлгілі атағы бар ұжымдардың саны 6, оның 4-еуі халықтық, ал 2-еуі үлгілі ұжымдар. 2018 жылы аудандық мәдениет үйі жанынан Бірлігіміз жарасқан клубы құрылған болатын. Клуб құрамына қазақ, орыс, неміс, украин және тағы басқа ұлттардың мәдени өкілдері кіреді. Бірлігіміз жарасқан клубы ауданның барлық мәдени көпшілік шараларына белсенді түрде атсалысады. Қарғалы аудандық мәдениет үйінің ұйымдастыруымен облыстық әуелейді шәмші әні ретро әндер фестивалі, аудандық 2 жұлдыз думанды шоу байқауы, жайдарман жастар ойыны, Қарғалы ханшайымы арулар байқауы, ауылым алтын бесігім ауылдық округтер фестивалі, жас дәурен жастар фестивалі аз ғана уақыт ішінде халық арасындағы бренд шараларға айналып үлгерді. Петропавл ауылдық клубы Петропавл ауылының мәдени қоғамдық іс-шараларын ұйымдастырып, жүзеге асыратын мекеме. Клуб меңгерушісі Сәрсебаева Балапан Қожакелдіқызы. Петропавл ауылдық клубы облыстық мәдениет басқармасының шешімімен 2016 және 2017 жылдары үздік ауылдық клуб атағын жеңіп алды. Ал 2018 жылы клуб меңгерушісі үздік клуб қызметкері атанды. Ауылдық клубта хор, терме, хореография, театр және вокал жанрлары бойынша 9 үйірме жұмыс жасайды. Үйірмеге қатысушылар саны 100-ге жуық. Үйірме қатысушылары республикалық, облыстық, аудандық байқаулардың тұрақты қатысушылары және жүлдегерлері. Петропавл ауылы облыс орталығына жақын, әрі аудан халқы көп шоғырланған ауыл болғандықтан, ауылдық клубтың жұмысы белсенді түрде жүзеге асырылып келеді. Ашельсайский сельский клуб. Данное учреждение проводит культурно-массовые мероприятия на территории Ашельсайского сельского округа. Заведующая клуба Даулбаева Бота Ермековна работает с 2019 года. Численность работников 9 человек. На данный момент в Ашельсайском сельском клубе функционирует 7 кружков, из них хореографические, вокальные и театральные. Задействованы все слои населения. Участники районных мероприятий. Проводятся все мероприятия согласно утвержденному плану районного дома культуры и плана Ашельсайского сельского клуба. Кроме различных мероприятий, проводятся также и сельскохозяйственные ярмарки. Қосестек ауылдық клубы аудандағы ең белсенді жұмыс жасайтын клубтар қатарына кіреді. Клуб ғимараты 2019 жылы жаңадан салынған болатын. Клуб меңгерушісі Байменова Райса Абайқызы. Ауылдық клубта хор, қолөнер, хореография, театр және вокал жанрлары бойынша түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Үйірме қатысушылары облыстық, аудандық байқаулардың тұрақты қатысушылары және жүлдегерлері. Қосестек ауылдық клубының қатысуымен ауылым алтын бесігім атты округтер фестивалінде бас жүлде иеленді. Жосалы ауылдық клубы Жосалы және Кемпірсай ауылының мәдени қоғамдық іс-шараларын ұйымдастыратын ең көлемді мәдени мекемелердің бірі. Клуб меңгерушісі Арыстанова Азиля Ситанқызы. Аудандық мәдениет бөлімінің шешімі бойынша үздік ауылдық клуб 2019, ал Азиля Ситанқызы үздік клуб меңгерушісі аталымының иегері. Клуб меңгерушісін 2019 жылы мәдениет министрі құрмет грамотасымен марапаттаған болатын. Ауыл тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізу мақсатында хор,
қолөнер, хореография, театр және вокал жанрлары бойынша үйірмелер жұмыс жасайды. Үйірме қатысушылары облыстық, аудандық байқаулардың тұрақты қатысушылары және жеңімпаздары. Ауылдық клубтың жұмыстары тұрақты түрде облыстық және аудандық бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жарияланады. Ресей Федерациясымен іргелес жатқан Әлімбет ауылдық клубы Әлімбет ауылының мәдени қоғамдық іс-шараларын ұйымдастырып, жүзеге асыратын мекеме. Клуб жұмыс жоспарына сәйкес Ресейдің Орск, Ясный қалалары мен шекаралас шағын ауылдарына гастрольдік сапарларға шығып тұрады. Клуб меңгерушісі Керн Елена. Ауыл тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізу мақсатында дәстүрлі ән, аспаптық орындау, хор, хореография, драма және вокал жанрлары бойынша түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Үйірме қатысушылары облыстық, аудандық байқаулардың тұрақты қатысушылары және жүлдегерлері. Ауылдық клубта Сарыарқа халықтық домбырашылар ансамблі бар. Ансамбль құрамында ауыл балаларынан құралған 30-ға жуық жас домбырашылар қатысады. Учреждение Вельховского сельского клуба проводит культурно-массовые мероприятия на территории Вельховского сельского округа. Заведующая клуба Айтимова Наталья Владимировна работает с ноября 2012 года. В клубе функционируют 3 кружка, из них вокальный и хореографический. Работа ведется согласно утвержденному графику районного дома культуры и графику Вельховского сельского клуба. Участники кружков принимают активное участие в районных и сельских мероприятиях. Шәмші ауылдық клубы Шәмші Қалдаяқ ауылының мәдени қоғамдық іс-шараларын ұйымдастырып, жүзеге асыратын мәдениет мекемесі. Клуб іргетасы 2017 жылы қаланған. Клуб меңгерушісі Ақманбетова Ғалия Мерболатқызы. Халық арасында мәдени тынығу жұмыстары белсенді жүргізіледі. Клуб меңгерушісі ауыл тұрғындары мен жастарына аспапта ойнау, ән айту мен би билеу өнерлерін үйретеді. Степной ауылдық клубы Степной ауылының мәдени қоғамдық іс-шараларын ұйымдастыратын ең үлкен мәдени мекемелердің бірі. Клуб меңгерушісі Денжанов Саян Бершімбайұлы ауыл тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізу мақсатында дәстүрлі ән, терме, хор, қолөнер, аспаптық орындау, хореография, драма және вокал жанрлары бойынша түрлі үйірмелер жұмыс жасайды. Үйірме қатысушылары облыстық, аудандық байқаулардың тұрақты қатысушылары және жүлдегерлері. Ауылдық клубта Нұрай халықтық би ансамблі бар. Ансамбль құрамында ауыл жастарынан құралған 20-ға жуық өнерпаз өнер көрсетеді. При районном доме культуры функционирует клуб районного казахского общества глухих. Заведующая клуба Уварова Лидия Ивановна. Цель клуба – организация культурного досуга инвалидов, защита их законных прав и интересов, их социальная реабилитация и интеграция в общество, содействие в повышении качества и комфорта в жизнедеятельности инвалидов. Основными направлениями в работе клуба является содействие в организации обучения глухонемых, помощь членам клубов Казахского общества глухих, профессиональной ориентации и трудоустройстве, организация культурно-массовой и спортивной реабилитации инвалидов по слуху, оказание информационных услуг, содействие обеспечения инвалидов по слуху техническими средствами реабилитации, укрепление и развитие материально-технической базы клуба Казахского общества глухих.